Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында духовкаға пісетін томпақ өте жұмсақ болып шығатын күлше нандарды жасайтын боламыз. 4 түрлі формасын жасайтын боламын, сондықтан видеоның маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мен ең алдымен осындай сүттің бетінде қалған қаймақтарды таза ыдысымызға салып аламыз. Бөлек және сүтімен де араласып кетсе болады. Бұдан өте дәмді болып шығады. Және де үстінен жылы су құямын. Мендегі қаймақтар сүт мұздай болғандықтан мен ыстық су құйдым. Және үстінен 1-2 ас қасық сливочный май, яғни сары май қостық. 1,5 шай қасық тұз салдым. 1 шай қасықтай сұйық май және 1,5 шай қасық аштығы салып, осыларды жақсылап араластырамыз. Және үстінен електен өтілген ұнды салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр елейтін боламын. Құрамына қосылған ингредиенттердің барлығын таразымен өлшеп салдым. Астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Онда осылай шетіне салып отырып, жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, видеоларды бір шолып қарап шықсаңыз, онда көптеген тәтті тағамдардың, тоқаштардың және де тегін мастер-класстар бар. Қаттама, қатпарлы самсалардың тегін оригинал рецепттерін менің каналымнан таба аласыз. Қамырды елеп болған соң жылы жерге орап 2 сағатқа қойып қоямыз және ашығанын күтеміз. Менің қамырым 2 сағаттай тұрып, осылайша биік болып көтерілді. Енді осы қамырды алып, тең етіп 4 бөлікке бөлеміз. Егер қамырымыз қолға жабысатын болса, кішкене ұн себелеп отырып, жұмыс үстелдің үстіне түсіріп, осылай бөліктерге бөліп аламыз пышақпен. Әр бөлікті қолымызбен осылай зуалап, шетке қойып қоямыз. Нан пісіретін духовканың табасына пергамент қағазын төсеп, 2 күлше нананы орналастырамыз. Және де үстін осылай ортасын домалақтап басып, шетіне қарай ығыстырып, ортасын ашамыз. Ортасын қаттырақ басып, осылай жасаңыздар, әйтпесем піскен кезде томпақ болып көтеріліп, ортасы ашылып қалуы мүмкін. Ортасын қаттырақ басып жасай беру керек. Духовка салып пісіргенде өзі едәуір көтеріледі. Одан кейін осындай күлше нанның бетіне әдемі із қалдыратын осындай басқышпен басып шығамыз. Егер жоқ болса, шанышқымын жасауға да болады. Әдемі гүл тәріздес ою болып қалады. Және одан кейін үстінен осындай бір жұмыртқаны жарып, щеткамен лепешканың бетіне жағып шығамыз. Қаласаңыздар, бетіне күнжуыт мак себуге болады. Мен күнжуыт септім. Және де таза қолданылмаған осындай лезвиемен шеттерін кесіп, тағы да узор жасауға болады. Піскенде әдемі болып шығады. Мен бұл нандарды әсел пеште 180-200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламын қызарғанша. Енді келесі нандарға басқаша форма жасайық. Оны осы видеодан көрсеңіздер болады. Нандардың бетіне формасын жасап алған соң 5 минуттай кішкене көтерілуге қоямыз. Одан кейін алып пісіріп беруге болады. Формасын дайындап алған соң
Бұл нандардың да бетіне жұмыртқасын жағып, бетіне кунжут мак сеуіп, 5 минут рассойкаға қойып, одан кейін духовкаға жаңа айтқанымдай 180-200 градусқа салып пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің 4 күлше нанымыз духовкадан пісіп шықты. Нандарымыз топ-томпақ әрі жұп-жұмсақ болып шықты. Егер сіздер қаласаңыздар, көлемін бұдан да кішірек қылып жасауға болады. Мен үйге өзімізге жасағандықтан осылай 4 штук етіп жасадым. Ал егер сіздер қонаққа жасайтын болсаңыздар, бұдан да кішірек етіп 6-7 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мінекей ортасы осындай өте жұмсақ болып шықты. Егер де осындай жұп-жұмсақ күлше нан жасағыңыз келсе, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ал осы видеом пайдалы болған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, комментарий қалдырып қойыңыз.